Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен көрінісі өте әдемі болып шығатын, сатылымға да қонақтарыңызға да арналған банафи пай пирогын дайындаймыз. Ең алдымен өлшеп алған ұнымыздың үстіне жоғарғы пайыздық сары майды салып, жақсылап крошка дайындаймыз, араластырып аламыз. Одан соң үстіне жарты шай қасық разрыхлитель, яғни қамыр қопсытқыш саламыз. Одан соң үстіне қант ұнтағын, яғни сахарный пудраны салып, бір келкетіп араластырып аламыз. Одан соң үстіне бір жұмыртқамызды салып, бүтіндей. Одан соң үстіне жұмыртқаның сарысын салып, жақсылап қолдың ұшымен ала отырып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қыздар, бастапқыда бұл қамырымыз кішкене бірікпегендей болуы мүмкін, бірақ жай күшпен басып біріктіретін болсаңыздар, сіздерде жұмсақ қамыр пайда болады. Сол себепті қатты күшпен баспаңыздар. Осылай егерде бірікпеген жағдайда тақтайшамыздың үстіне қойып біріктіріп алатын боламыз. Тек қана қатты күшпен баспау қажет, жаймен алып бассаңыздар, сіздерде жұмсақ қамыр пайда болады. Енді осы дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа шамамен жарты немесе 20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сыртын салафанмен немесе пищевая пленкамен салып қоямыз. Мінекей, бізде жарты сағаттай уақыт өтті. Енді менің формамның диаметрі 24 сантиметр, 24-22 сантиметрлік формаға орналастыра берсеңіздер болады. Осылай жайғастырып аламыз. Түбі біркелкі болу үшін осы стаканның көмегімен астыңғы жағын басып жіберсеңіздер, түп жағы біркелкі болып шығады. Шет жақтарын барлығын үстінен басып шығамыз. Біркелкі болу үшін және шеті қатты қалың болмауы қажет. Жұқалап орналастыратын боламыз. Қалың болатын болса, піскен кезде көтеріліп, тіптен жуанданып кететін болады. Енді міндетті түрде үстін шаңышқымен тесіп шығамыз. Себебі піскен кезде ол көтеріліп кететін болады. Ішінде разрыхлитель болғаннан кейін. Енді мінекей 180 градуста беті қызарғанға дейін тек қана осы қамырын пісіріп алдық. Суытып аламыз. Суытып алғаннан кейін үстіне 2 үлкен ас қасықпен сгущенканы саламыз. Мен сапалы сгущенканы салдым ішіне. Одан соң үстіне 2 немесе 1 дана бананды қостым. Егерде үлкен банан болса біреу, кішіректеу болса 2 банан кетеді осы банафи пайға. Одан соң кремін дайындаймыз. Креміне міндетті түрде салқын сливкиді құятын боламыз. Мендегі сливкидің пайызы 33 пайыздық, 33-35 пайыздық сливкиді құятын боламыз. Үстіне қант ұнтағын қосып, қоюлап біздің кремімізді дайындайтын боламыз. Миксердің ақырыңғы бөлігімен бастаймыз да, жоғарғы бөлігімен ала отырып, кремді қоюлататын боламыз. Тым қатты шайқап жібермегенде дұрыс, себебі крем майлы болып кететін болады. Енді біздің пирогымыздың бетіне орналастыру үшін арнайы кондитер дүкенінде сататын осындай мешокқа салып, қалташаның түбіне арнайы насадка болмаса, түбін тек қана қайшымен кесіп, пирогымыздың бетіне орналастыра берсеңіздер болады. Енді осы пирогтың бетіне жақсылап орналастырып, дайын болған пирогымызды міндетті түрде 7-8 сағат бойы тоңазытқышта ұстағандарыңыз дұрыс. Себебі біздің пирог сәл қаттылау болып қалады, егер бірден кесетін болсаңыздар. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Бетіне әдемілігі үшін кез келген жаңғақ түрлерін қосып әсемдесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.